Саясат. Саясат бұл лас ісі деп саясатпен айналысатын танымал қайраткерлер айтар еді. Біріншіден, саясатпен айналысу үшін партиялар қалыптасу керек. Партиялар сайлауда қатысады. Партияның көшбасшысы партияны басқарады. Партиялар сайлауда адамдардың дауысын алу үшін бәсекелестікке қатысады. Олардың бағдарламалары көпшілігіне ұнататын болу керек. Осы сәтке дейін бәрі анық. Партиялар арасында бәсекелестік қарқынды да болады. Сайлау науқанда партиялар қарсылас партиясының үміткерлерін ластаумен айналысады. Партиялардың арасындағы қарым-қатынасы жаулық болғандықтан олардың мүшелері қарсыластарды аямайды. Осылайша жеңіске жеткісі елінің тағын алғысы келіп, үміткерлер барлық тәсілдерді қолданады. Олар тіптен қарсылас партиясының үміткерін өлтіруден бас тартпайды. Сондықтан мен саясат бұл лас ісі деп айтып жатырмын. Соңғы ақш-тың сайлауын мысал ретінде беруге болады.